Сәлем, достар! Бүгінгі сабақта жеке заттар туралы сөйлесеміз. Жеке заттар, личные вещи. Мынау мойынтақ, мойынтақ. Ал мынау әмиян, әмиян. Мынау қалам, қалам. Мынау кілт, кілт. Көзәйнек, көзәйнек. Көз, глаза, әйнек, стекло. Көзәйнек. Мынау тарақ, тарақ, тарақ. Келесі оттық, оттық, оттық. Мынау шылым, шылым, шылым. Мынау сағат, сағат, сағат. Қол сағаты. Мынау қол орамал, қол орамал, қол орамал. Платочек. О, мынау ақша, ақша. Әрине доллар. Мынау айна, айна, айна. Мынау далап, далап, косметика. Көзге арналған далап, ерінге арналған далап, бетке арналған далап. Мынау опа, опа, пудра. Иіс су, иіс су. Иіс запах, су, вода. Иіс су. Моншақ, моншақ. Әдемі, иә? Алқа, алқа. Өте әдемі. Сақина, сақина. Немесе жүзік. Сақина, немесе жүзік. Сырға, сырға. Бриллиант шығар. Құлаққап, құлаққап, құлаққап. Төлқұжат, төлқұжат, төлқұжат. Қуаттағыш, қуаттағыш. Кітап, кітап. Төлем картасы, төлем картасы. Енді қайталайық. Давайте повторим. Өздеріңіз айтып көріңдер. Өзіңіз айтып көріңіз. Қане көріңіз, қорықпаңыз. Енді тексереміз. Дәптер, қалам, телефон, паспорт, төлқұжат, билет, көзәйнек, қуаттағыш, құлаққап, әмиян, төлем картасы, фотоаппарат, сағат, сөмке. Көзәйнек, сақина, немесе жүзік, қалам, дәптер, айна, алқа, ерінге арналған далап, көзге арналған далап, сөмке. Енді ойын ойнайық. Мен суреттегі заттарды айтамын. Сіздер қайсысы айтылмады? Тексеріңіздер. Сейчас я назову вещи в сумке, а вы найдите, какие не были названы. Какие я пропустила? Қолшатыр, крем, телефон, айна, ерін бояйтын далап. Қандай заттарды айтпадым? Какие слова я не назвала? Какие вещи я не назвала? Қане тексерейік. Давайте проверим. Дұрыс, әмиян, кілт, опа. Келесі суретті қарайық. Иіс су, ультрабук, крем, әмиян, қуаттағыш, айпад. Қандай заттар айтылмады? Какие слова не были названы? Қане тексерейік. Давайте проверим. Әрине, қолшатыр, көзәйнек, кітап. Келесі суретті қарайық. Қолшатыр, спрей, телефон, әмиян. Қай заттарды айтпадым? Қай зат жоқ? Әрине, иіс су, айна айтылмады. Енді достар, тәуелдік жалғауын еске түсірейікші. Давайте, друзья, давайте теперь вспомним притяжательное окончание. Бұл менің затым. Первое лицо, да? Поэтому менің затым. Зат – это вещь. Бұл менің картам. Менің картам. Карта, окончание эмма. Бұл менің қаламым. Қалам, қаламым. Бұл менің кілтім. Кілт, мягкое слово. И добавляем м, мягкий вариант. Бұл менің әмияным. Әмиян слово мягкое, поэтому әмияным. Но здесь исключение. Закону сингармонизма притяжательное окончание не подчиняется иногда.
Амьян это слово исконно не казахское, это с арабского языка взято, поэтому она закону сингармонизма не подчиняется. Амьяным. Теперь обращайте внимание, пожалуйста. Здесь обратите внимание. Бұл менің оттығым. Слово оттық это зажигалка, да? Когда принимает окончание первое лицо, к меняется на г. Оттығым. Моя зажигалка. Келесі. Бұл менің кітабым. От слова ктаб, да? Слово ктаб – книга. Ктабым не будет. Ктаб – слово арабское, поэтому добавляем. Ктабым. П меняется на б. Запомните, пожалуйста. Келесі. Бұл менің көзәйнегім. Көзәйнек. Көзәйнек оканчивается на глухой к. Но когда принимает окончание, притяжательное окончание первого лица, к меняется на г. Получается, слова, если оканчивается на к, когда прибавляем притяжательное окончание, она меняется на г. К меняется на г. П меняется на б. И все. Осымен достар, сабақ аяқталды. Ережені есте сақтаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Друзья, нужно запомнить правила и выучить наизусть новые слова. Сау болыңыздар. Мен бүгін орысша көп сөйледім, иә? Это нехорошо, согласитесь? Сау болыңыздар. Көріскенше.